Жапониядағы шын мәнінде мағынасы бар нәрселер. Жапония ауруханаларында қолды қыспай-ақ тамырды анықтайтын құрылғы бар. Медбике оны терінің үстінде ғана ұстайды. Сол сәтте тамырларыңыздың үшді бейнесі пайда болады. Бұл инені бірден дәл салуды әлде қайда жеңілдетеді. Әрі қарай, Жапонияда нан сатып алғанда қаптаманың үстіңгі жағында сандарды көресіз. Ол сандар ішінде неше тілімнан бар екенін дәл көрсетеді. Соның арқасында сізге қажетті мөлшерде ғана таңдап, тағам қалдықтарын алдын алуға болады. Басқа елдерден айырмашылығы Жапониядағы жанармай бекеттерінде жанармай қою кезінде қолдануға арналған бір реттік қолғаптар беріледі. Олар қолды таза ұстап, микробтардан қорғауға көмектеседі және бүкіл процесті гигиеналық етеді. Жапонияда микротолқынды пешке арналған кәдімгі пакет орнына фольгамен қапталған ыдыс беріледі. Ол қызған кезде баяу үлкейіп, артық ыдыс аяқсыз әрі шашпай тамақты мінсіз дайындап береді. Егер сіз достарыңызбен пойызбен жүріп көрсеңіз, қатар отырып сөйлесудің қаншалықты қиын екенін білесіз. Жапонияда бұл мәселе емес. Метро мен жүрдек пойызда айналмалы орындықтар бар. Оларды бұрып бірге отыруға ыңғайлы кеңістік жасауға болады. Сонында Жапонияның негізгі туристік көрікті жерлерінде телефон қоятын тіректерді табуға болады. Олар ең жақсы көрініс нүктелеріне қойылған. Таймерді қосып, телефонды орналастырып, бөгде адамдардан көмек сұрамай-ақ мінсіз сурет түсіре аласыз.